Салем барлықтарыңызға, сіздермен бірге Салима. Қазіргі сағат 11-ден 40 кетті. Мен примерно 11-ден асқан кезде бүгінгі таксовканы бастадым. Бір кісілерді әкеліп тастадым уже. Бір дачаға, жолдар нашар екен. Асықпай кетіп бара жатырмын. Пока что нормально заказ шығып жатқан жоқ. Қазір енді заказ шығатын болса, қалаға қарай шығамын. Бізде осылай дачаның ішіндегі жолдар өте нашар. Машинаны аяп кетесің кәдімгідей. Мен көбінде драйвермен және де апарумен таксовка жасаймын. Апаруда проценттер болады и ұстайтын комиссиясы аз. Ол кішкене тиімдірек. Драйвер нақты қай жерден нақты қай жерге баратыныңды біліп тұрасың. Бірақ ұстайтын комиссиясы тым жоғары. Бірақ көбінде сол индрайвермен жұмыс жасаймын, өйткені индрайверден көп заказ болады. Әрі қандай адамды алатыныңды білесің да. Мен көбінде өзім қыз балаларды, әйел адамдарды және де өзім білмейтін жаққа мүлдем бармаймын. Таңдап аламын заказды. Апаруда турақ мысалға қасымда заказ шығып тұр, бірақ та нақты қай жерге баратыны белгісіз болатын болса, мен ол заказ алмаймын. Қанша проценті жоғары болып тұрса да, кішкене қыз баласы болғаннан кейін қорқасың дегендей. Сол үшін де көбінде қыз балалар, әйел адамдар, өзіміздің ауыл жақтың, Ахмер жақтың адамдарын алам. Заказ таңдап алам. Мен қазір Кішітадамын. Осы Кішітада Қаныш Сәтпаев көшесіндемін. Осы Кішітадан орталыққа бір заказ шығып тұр. Олар 800 теңге дейді, мен 1000 теңге деймін. Солай бағаға таласып тұрмыз, кішкене алыстау жүр. Әрине. Оның үстіне комиссия ұстайды бізден. Сондықтан да мен 1000 теңге десем, что қабылдамай тұр. Сол отыр, бағаға таласып. Не бір заказ алып қойдым. Новый Ахмерге. Қазір сол клиент алуға бар жатырмын. Міне мен дәл қазір үйдемін, үйге келдім. Сағат 2:30 болып тура. 1-2 примерно 3 сағаттай уақыт жүріп келдім. Қазір бір обедімді ішіп, сәл демалып, қайттан шығамын. Міне дәл қазір сағат 3 болды. Мен үйде бір жарты сағаттай отырып, обедімді ішіп, біраз демалып алдым. Бір жақсы заказ шықты да, содан тезірек вагон шығып кеттім. Өзімнің қайда келе жатқанымды білмеймін.
жерде. Апарудан заказ алғанмын. Нақты қайда баратынын білмей алғанмын ғой. Қаланың бір шетіне келген соң. Енді қайда бара жатқанымды білмеймін әйтеуір. Жол жүріп барамын. Міне мен Ахмерге келдім. Ахмерден заказ алдым. Қалаға, орталық базарға. Кеше бір дөңгелек жарылып қалған. Соны запаскам салып алғам. Жаңа сол дөңгелекті шиномонтажға тастап кетті. Бағанадан қалада бірнеше заказ орындап үлгердім. Міне мен үйге келдім. Қазір сағат 5:30 болды. Бүгін примерно 6 сағат уақыт жүрдім. Индрайвермен де апарумен де жүрдім. Бүгінгі тапқан табысым 13.200 теңге болды.